Енді Taobao сайтынан қандай да бір затты сатып алуды көрсететін боламын. Сіздер заттарға заказ бергенде, мысалға, бұл да Pinduoduo сайт сияқты жоғарғы жақтан жазып іздеуге болады, немесе осы камераның суретімен камераны қосып та іздеуге болады. Мысалға, мына жерде баса салайын. Басқан кезде бізге осындай киімдер көрсетіліп тұрады. 129,98 юан деп. Мысалға, мынаған кірейін 98 юан деп тұрғанға. Енді осы жерден қарайсыз. Бұл зат қаншасы өткен, қандай магазин, мынау қызыл батырманы бастаңыз, осы магазиннің ішіне алып келеді. Қандай заттар сатып атқан, міне осылай көрсеңіз болады. Мына жақтан көрсетейін сіздерге түсінікті болу үшін. Осы басты бет, жоғарғы жақтан іздейсіз, суретпен іздейсіз. Сонымен қатар магазиндерде көресіз, магазиндерді. Міне мысалға, мына аяқ киімға кірейік. Бұл аяқ киім бізде 528 юан дейді. Жарайды, басқасын көрсетейін енді. Мысалға, двойка 49 юан деп тұр. Бұл осы Қытайдың бренд киімдері. Мынау қызыл тор ғой, қатты қою қызыл жазылып. Бұл жерде бұл осындай Қытайдың осындай сенімді магазиндерінің бірі. Осы Taobao'дағы 200 мыңнан астам адамдар алған. Жақсы отзывтар жазған, 98-де 5 деген, бұл өте жақсы деген. Мынау төменгі жағындағы үйшік батырмасы тұр. Осы үйшік батырмасын кіріс бассаңыз, осы магазиннің заттарын көрсетеді сізге, қандай товарлар бар екенін. Енді төмен қарай, осы заттың астына төмен қарай түсе берсеңіз, қазір түсе бересіз. Осы жерде размерлерін көрсетіп қойады. Мысалға, S деген, мынау S 64, 40, 94, 45 деген осы жерді көрсетіліп тұрады. Белі, мысалға, тали, яғни бел айналымы 64 және тағы басқаларын осылай көрсетіп қояды. Қандай адамдарға келетін размеріңізді осы жерден қарап таңдап аласыз. Егер бұл жерде түсінбей жатсаңыз, скриншоттап қазақ тіліне, немесе орыс тіліне аударып алсаңыз болады. Осы жерден көресіз. Егер живой суреттерін көргіңіз келсе, осының мына жерде картинка деген батырма шығады. Осылай жазған адамдар, сатып алған адамдар. Осы жерді оқып шықсаңыз болады, толығымен көріп. Енді сатып алатын кезде былай басасыз. Қызыл батырманы бассаңыз, оң жағындағы неше штук таңдайсыз, осы киімнен біреу немесе екеу, плюс батырмасын басасыз, екеу деп таңдасаңыз. Мысалға, бұл бізде 59,9 юан болып тұр. 59,9 юан деп көрсетіліп тұр. Оплатаны сіз мысалға Alipayмен немесе өзіңіздің картаңызбен төлесеңіз болады. Мысалға, Alipayдің батырмасын басасыз, және төменгі жағындағы тағы бір қызғылт сары батырманы басамыз. Егер Alipayіңіздің ішінде ақша толтырылған болса, осы жерге кодты жазасыз, Alipayге енгізген 6 сандық. Содан соң сізден төлем алынып болғаннан кейін сіз заказ бересіз. Заказыңыз 1-2 күннің ішінде каргоға барады. Осылай заказ беретін боласыз. Және өзіңізге ұнаған заттарды осы киімнің жоғарғы жағында корзина батырмасы тұр. Соған сақтап қойсаңыз болады. Мына жақтан көптеген киімдерді көрсеңіз болады. Осы жерде сіздер заттарға заказ бергенде жеңіл заттар заказ беруге тырысыңыздар. Өйткені ауыр заттар заказ берсеңіз,
салмағымен Қазақстандағы бағасы шығып кетеді. Сондықтан киімдер заказ беріңіз, үйге киетін немесе басқа да өзіңізге керекті заттарды заказ берсеңіз болады. Міндетті түрде осылай киімдерді қарағанда отзывтарын оқып, қандай дүкен екенін қарап, барлығына қарап отырыңыздар.